Баршаңызға қайырлы күн. Дәл осындай ауызда еритін жұп-жұмсақ венский вафлидің жасалу рецептісін сіздермен бөлісетін боламын. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен 3 жұмыртқамызға қантты салып, жақсылап венчикпенен қантымыз ерігенше араластыратын боламыз. Артынан алдын ала сары майымызды ерітіп, сары майды құятын боламыз. Осы массаның барлығын жақсылап араластырамыз, және де үй жағдайындағы қаймақ немесе йогуртты қосып, осы массаны тағы да венчикпен араластыратын боламыз. Артынан бал қосамыз. Бал міндетті емес, ол тек қана дәм беру үшін. Осы массаның барлығын жақсылап араластырып, алдын ала ұнымызды електен өткізіп дайындап қоямыз. Осы електен өткізілген ұнға қопсытқышымызды салып, осындай қоймалжың масса шыққанша венчикпен араластыратын боламыз. Пешімізді алдын ала қыздырып дайындап қоямыз. Әркімнің пеші әртүрлі. Менің пешімде вафлилар 5 минутта 7 минутта пісіп шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді, жұмсақ, ауызда еритін вафли шығады. Маған тіркеліп, қоңырау белгісін басып, комментарийларыңызды жазуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік, сіздер де жасап көріңіздер.